күйеуімді өлтіріп тындым. Күнде ұрыс, күнде қырғын. Менің запросым өте үлкен. Хочу норковый шуба, хочу бриллиант, хочу көп ақша. Күйеуім ақша маған бермейді. Жыныстық қатынаста мен қанағаттанбаймын. Ол тоже ол байға претензия. Күндердің күнінде мен күйеуімді өлтіріп біттім. Осындай запроспен маған бір келіншек коучингқа келеді. Сол кезде оған түсінік келді, содан кейін түсінік келді, да, что действительно, оказывается, өзінің білімсіздігінен, өзінің тәкаппарлығынан, өзінің нәпсі жоғарылығынан, өзін түсінбегендіктен, күйеуін түсінбегендіктен, именно сондай жағдай олардың отбасында болды. И именно соның жасаған әрекетіне байланысты оның күйеуі инфаркттан қайтыс болып кетті. Сондықтан да ең бірінші отбасын сақтап қалу үшін адам өзінің кім екенін түсініп, қасындағы, қойындағы жатқан байының энергиясын түсіну керек. Отбасыңды сақтап қалғың келсе, үлкен табысқа жеткің келсе, менің коучинг сабағыма кел.